Сәлем, мен қазір саған, яғни Instagram парақшаңа живой, шексіз лайк, шексіз подписчик айтын бір керемет программаны көрсеткім келіп отыр. Яғни сол программаны басып алу үшін, яғни былай жасайсың. Алдымен Google-ға кіресің. Міне кіреміз. Мына поискке Neutrino Plus деп жазамыз. Мына жерге мен қазір жазып көрсетейін. Так, Neutrino Plus. Міне дәл осылай жазамыз, и поиск басып іздейміз. Міне бірінші тұр екен. Міне іздейміз. Міне сол кезде міне ең бірінші мынандай өшат, скачать Neutrino Plus 3.10 деп міне шықты ғой ең бірінші. Яғни міне осы ссылканы басып кіреміз, ең бірінші тұрған. Осыған кіреміз былай. Так, міне кіргенде осындай шығады. И сәл астыға сәл түсеміз былай. Сол кезде міне скачать на треш боксы деп тұрады. Осын басып, яғни осы көкті басамыз, скачать. И міне тағы да осындай шығады. Міне мына скачать деген басасыңдар тағы да міне осылай. Міне осылай скачать деген. Міне менде уже басылып қойған. Мен уже біраз болды басқаныма. Сол себепті мен отмена жасаймын. Себебі менде қазір ол уже басылып тұр. Осылай скачать етеміз, и сосын артынша шығамыз былай. Уже скачать етілгеннен кейін осылай шығып, міне и жаңағы программаға кіреміз. Міне менде уже тұр. Мен біраз болды басып алғаныма. Міне осы Neutrino Plus деген осы программаға кіреміз. Так, міне кіріп отыр. Міне осылай скачать етілгеннен кейін осылай кіргенде міне войти деп тұрады. Міне осы қызыл войти деген жазуды басамыз. Менде сет сәл нашар болып тұр, сол себеп жай жүріп отыр. Міне осылай басамыз войти дегенде кіргеннен кейін. Міне осы жерге Instagram парақшаңа кіргенде, яғни Instagram арқылы осы программаға Instagram арқылы тіркеліп жаңа кіреміз. Яғни міне осы жерге мына жерге Instagram'a кіргенде өзіңнің Instagram жазасың. Мысалы мен міне Нарымбек Ерлан деген өзім Instagram. Так, мына пароль деген жерге міне осы жерге өзіміздің паролімізді жазамыз. Мен қазір видеоны паузаға қойып паролімді жазып алайын. Одан кейін видеоны жалғастыратын боламын. Так, міне мен паролімді жазып алдым. Енді міне осылай сіздерде парольдерін жазып, міне войти деген басасыздар. Кәдімгі Instagram кіргенде кіріп, Instagram арқылы тіркелеміз осыған. Тіркеліп кіреміз. Міне сохранить данные деген басамыз. Міне сохранить данные. Осылай басасыздар сіздерде. Міне кіріп отыр, яғни көрсетіп отыр қазір. Так, міне ең жоғары жақта мына птичка тұр ғой, оң жақта, жоғары жақта қап-қара. Шетте тұрған жоғары жақта птичканы басамыз былай. Сіздер осылай басасыздар, міне кіргеннен кейін. Міне осылай загрузка жүріп жатқанда айта кетейін, у вас код, промокод деп шығады сіздерге. Осылай жүріп жатқанда сразу ашылмайды. У вас промокод деп шығады, астында да нет деп тұрады, яғни. Міне маған сразу ашылды, себебі мен ең басында сол промокод деген жерге промокод жазғам, яғни. Сіздерге міне осылай кірмес бұрын жаңағыдай бүйтіп жүріп жатқанда, загрузка етіп жатқанда, яғни жаңағыдай шығады сіздерде промокод деп шығады, яғни у вас промокод да нет деп тұрады. Сіздер да деген басасыздар да, да деп басасыздар, и сосын міне мына промокод жазасыздар. Сол кезде сіздерге 500 кристалл, 500 энергия береді, яғни. Қазір оны түсіндіре кетем алдағы уақытта. Так, міне жаңағы у вас промокод деп шыққанда сіздерге да нет деп тұрады. Сол жерде міне 183 846 мына 48-дегі мына көк көмек промокод, яғни 8 санды жазасыздар. Дәл осы 183 846 48 осы 8 санды жазасыздар, яғни сол промокодқа да деп басасыздар да, и осы 8 санды жазып, яғни сол кезде жаңағыдай 8 санды жазғанда сіздерге жаңағыдай 500 кристалл, 500 не береді, жаңағыдай энергия беретін болады. Яғни осы промокод жазсаңыздар, а то бұл промокод жазбасаңыздар, тура осы промокод жазбасаңыздар, сіздерге онда кристалл бермейді, яғни. Енді қазір сол кристаллдар жайлы түсіндірейін, яғни міне осы промокодты міндетті түрде жазыңыздар. Сол кезде да нет деп шыққанда. Міне и сол кезде міне осылай сіздерге сол промокод жазғаннан кейін міне жаңа 500 кристалл мен 500 энергия береді. Сол кезде міне осылай сіздерге осындай профилдарыңыз ашылады, міне өздеріңіз инстаграмдарыңыз, яғни осы программада осылай ашылып тұрады. Сосын міне сіздерге түсіндірейін. Мына ең жоғары жақта міне 9000, анау тұр ғой, 9039 кристалл мен жинадым осы уақытқа дейін. Яғни бұл кристалл дегеніміз, кристалл жинау арқылы сіздер кристалл жинайсыздар осылай. Яғни адамдарға лайк басасыз, кәдімгі живой адамдар, осы жерде отқандар.
яғни живой адамдар. Барлық шет елдің адамдары, яғни қазақтар да бар ішінде арасында, орыстар да бар, өзбектер де бар, барлық ұлттар бар, Индияда бар. Сол яғни барлық ұлттар, сол барлық ұлттар осы жерде отырады. Сол ұлттар, яғни осылай, сол ұлттар арқылы, яғни осылай кристалл жинайсыздар. Ол қалай десеңіздер, мен сіздерге түсіндірейін. Яғни лайк бас, подписка жасау арқылы кристалл жинайсыздар. Ол кристалл жинап, яғни сол кристаллмен, яғни өздеріңізге лайк, подпис жинап аласыздар осы кристалл арқылы. Мысалы, как көрсете кетейін, мына ең астында, міне, мына ең астында қып-қызыл болып тұр, міне кристаллым, домалақ болып кристалл тұр. Міне осыны басасыздар. Кристаллын суретін, яғни. Міне осылай басқанда лайкингтен шығады, міне. Осы лайкинг дегенге, міне, мына астында тұр ғой, ең астында, міне. Ненің глобал ма еді, қандай еді? Мынандай лупа тұр ғой, анық қып көрсететін, общем. Осы лупа мен жүректің ортасында тұр ғой, міне. Лайк пен лупаның арасындағы, мына көк пен қызылдың арасындағы мынау 0 и сосын сызықша 60 деп тұр ғой. Так, міне осы жерде мысалы 0 деп тұр ғой, қазір 0-ден 60-ға дейін адамдарға лайк басып кристалл жинай аласыздар, яғни. Менен көрсетейін қазір, міне. Мына кристалл басам, нені басам, жүрекшені басам қазір. Ана 0 деген өзгереді, 0, 1, 2, 3 деп 60-ға дейін барады. Мен оға дейін 60-ға дейін ұтпаймын, қазір мен көрсетейін. Міне мына жүрекшені басасын, мына лайкты басамыз, міне. Міне бастым. Енді инстаграмға прямо кіріп, міне лайк басамыз осылай. Живой адамдар бұларда кәдімгі. Соларға міне лайк басамыз, міне 4 кристалл берді маған. Міне ең астында, міне бірде уже 60 болды. 60-ға дейін, яғни осылай 60 адамға лайк баса аламыз да. Одан кейін, яғни бұл жаңағындай 60 адамнан кейін 1 сағат деп жаңағындай өзі шығады. 60 адамнан артық уже адамдарға лайк басып кристалл жинай алмайсыз да. 60-ға дейін 1 сағат сайын 60 адамнан жаңарып отырады. Түсінікті ғой, осылай міне лайктар басып отырасыз, міне жүрекшемен. Міне осылай лайк басу арқылы міне кристаллдар беріп отырады. Иисус міне мынандай кейде осындай шығып қалады, міне смайлик тұр ғой очкимен. Яғни сол кезде мына қасына ана көк көмек, мынау нені басасыздар, мына лупа мет, осы көк көмек басасыздар, міне. Тағы да шықса бұл ештеңе етпейді, бұл өзі сондай арасында болады осындай. Міне тағы да жүрекшені басып, міне бұлай лайк басасыздар. Яғни міне осы лайк басқан сайын міне төбеде ана 9055 болды міне кристаллым. Бұл мен жиналып жатқан кристаллдар, міне 955 қой. Қазір тағы да лайк басамыз, міне 955, міне 4 кристаллдан бері 959 болды. Осылай жинала береді, яғни 4 кристалл аз емес, жақсы, яғни просто лайк басып, міне осылай кристаллдарын жинап, міне осылай өздеріңізге живой подписчик лайк жинай аласыздар. Міне сосын қасына міне больший, яғни большой кристалл деп тұр ғой, міне лайкингтің жанында. Міне соны басамыз, міне бұл жерде, яғни мына қазір оны түсіндіре кетем. Мына енді қазір айта салайын, мына использовать промокод деп тұр ғой. Ең басына жаңағы промокод айттым ғой, менің промокодым жасаңыздар, сіздерге 500 кристаллмен 500 энергия береді деп. Сол жерде егер жаза алмай, үлгере алмай жаңағындай шығып кетіп, кіріп кетіп жатса, яғни сол кезде мына ашылғанда осындай жаңағы кіргенде, парақшаңызға кіргенде, осы жерге кіресіз ғой, міне. Мына большой кристалл дегенге кірсеңіз, міне осы жерде промокод жазып үлгере алмай қалсаңыз, жаңағы менің мына промокод деген жерге менің жаңағы промокодын жазасы, яғни міне 183 846 48 деген. Міне осы жерге былай 183 846 48. Осы промокодын жазып использовать деген былай басасыздар. Міне менде енді болмай жатыр, енді себебі мен алдында ең басында осы парақшаға кіргенде, осы программаға кіргенде маған алып қойғамда, мен уже бір-ақ рет алынады, яғни 500 кристаллмен 500 энергия береді, осы промокод жазсаңыз. Дәл осы промокод жазып, осылай осы жерге, яғни өзіңіздің кристаллыңыз алсаңыз болады, міндетті түрде осы промокод жазыңыз, осы 8 санымды, яғни. Одан кейін мынау енді ары қарай қазір көрсетейін, шығып. Так, міне енді жаңа подписчик лайкты қалай жинаймыз деп отқан шығарсыздар, мен енді көрсете кетейін. Міне мысалы мына өзіміздің профиль ашылғанда, мына астында мына видеоларымыз, фотоларымыз тұрады. Яғни мысалы мына кез келген бір фотоны басайын, міне. Мысалы мына бір фотоны басқанда, міне төбеде 9063 мен кристаллым бар, яғни жиналған. Міне мысалы өзіңіз былай бүйтіп таңдайсыз, мысалы 214 лайк керек болса, осылай қоясыз, мысалы 275-ке қойсаңыз болады, мысалы қанша кристаллыңыз бар, соған қарай өзіңізге былай лайктер туралап и окей деп, мысалы лайк жинап аласыз. Мысалы менде 9063 кристалл бар. Мен ол 9063 кристаллға живой 1100
32 лайк, яғни живой лайк жинай алады екен бір фотоны. Міне осылай лайк жинай бересіздер. И сосын подписчик жинауға келетін болса, ол міне мынадай. Мына жұлдызша тұр ғой, міне. Мына жұлдызша қызылды. Қызыл линияда, яғни осы қатарда міне жұлдызшаға кіресіздер. И міне мынандай шығады, яғни. Мына тұр ғой, міне стат в топ и получит подписчик деп тұр. Осыны басасыздар, міне. Басқанда міне 10 минут деп тұр. 359 кристалға 10 минут уақыт береді сіздерге. 10 минутта адамдар жаңағы міне мынандай болып тұрасыз. Мына қатарға қосыласыз. 10 минутта сіздерге адамдар, яғни міне подписать деп, міне мысалы бір адамға мен тіркелем, міне подписать. Жо мына болмайды екен мына адамға. Міне мысалы бір адамға міне кірем. Міне подписать жасай, міне енді шығам. Міне 8 кристалл береді маған. Жаңа лайк басқанда 4 кристалл берді, ал тіркелсеңіздер, міне осы жерге кіріп былай адамдарға тіркелсеңіздер 8 кристалл береді. Егер тіркелгім келмейді деп лайк басам дейтін болсаңыз, жаңағыдай 4 кристаллмен, яғни лайк басып адамдардан 4 кристалл жинауыңызға болады. Міне осылай, яғни мен осы қатарға, яғни жаңағыдай өзіңізге подписчик керек болса, мына стат топ деген басамыз, міне көрсетейін, осы қатарға ілігеміз, яғни міне 359 кристалға мен 10 минут уақыт аламын. Міне ок деп басам, міне бастым, міне уже жаңа 9000 бірден еді, менде кристалл міне 8700 болды уже. Өйткені 359 кристалды алды. Мен міне Ерлан Нарымбеков, міне көп көмек болып тұр ғой Ерлан Нарымбеков деп. Міне мен уже мына қатарға қосылдым, міне. Яғни осы топқа кірдім да, яғни адамдардың арасында кірдім. Енді маған тіркеліп бір адамдар 8 кристалдан алатын болады өздеріне. Осылай маған адамдар тіркеледі. 10 минуттың ішінде көптеген адам тіркеледі, яғни 100-ден аса адам тіркелуі мүмкін. 100 адам тіркелуі мүмкін. Живой да кәдімгі адамдар. Әртүрлі ұлттар бар. Енді мен көрсетейін, міне жоғары жақта міне подписчик, яғни міне обновить профиль, соның үстінде жоғары жақта, оң жақта міне 1120 подписчик менің өзімде бар еді. И міне обновить етем, қараңыздар. 1125 болды уже сразу. Міне осылай, міне уже 5 подписчик уже қосылды маған. Тағы да обновить етейін. Міне 1125 әлі болып тұр екен қазір. Адамдар жаймен тіркеліп, міне 1126 болды уже. Осылай адамдар тіркеліп отыр қазір маған. Осы 10 минуттың ішінде көптеген адамдар осылай тіркеледі. В общем, қанша адам тіркелсе соған қанағат деп көреші отыра бересіздер ғой. Осы 10 минуттың ішінде. Міне менде қазір уже қанша минут қалған көрейін, обновить етіп, міне Ерлан Нарымбеков 8, міне 8-де 46 секунд. 8 минут 46 секундым бар әлі. Әлі көптеген адамдар маған әлі тіркеледі. Міне обновить етіп көрейін, 1129 болды. Уже 10 адам тіркеліп қойды маған. Міне осылай подписчикті осылай жинайсыздар. Жалпы түсіндірген шығарым деп ойлаймын. Так, енді тағы айтпаған нелер қалды. Айтпақшыдай, тек қана осы бір парақшамен адамдарға подписать етіп, лайк басу арқылы, мысалы, бір парақшамен ғана отпай, жаңағыдай өзіңіздің қосымша тағы 1-2 парақшаңыз, тағы да бөлек 2-3 парақшаңыз болса, жаңағыдай, міне мысалы, міне көрсетейін, настройкаға кіріп, міне былай мына парақшадан шығып кетейін. Міне выйти дейміз да, міне тағы выйти дейміз да, мына жерге өзіміздің келесі, мысалы, Instagram парақшаларымызды, яғни пароль мен атын жазып, сол парақшаларымызға кіреміз. Мысалы, міне номер телефонға кірейін. Осы жерге міне Ерлан Нарымбектен екінші парақшам, жаңағы Нарымбеков Ерлан, мынау Ерлан Нарымбеков. Мына жерге міне яғни пароліміз жазып кіреміз да, кәдімгідей кіріледі жаңағындай. Сол кезде жаңағыдай у вас промокод деп екінші парақшаңызда да шықса, ол жерге жаңа менің айтқан промокодым, яғни соны жазып, ол жерде де, яғни ол парақшаңызға да, яғни 500 кристалмен 500 жаңағындай энергия ала аласыз. Ол парақшаңызда сөйтіп кіресіз, сонымен де и будильникке қою арқылы, жаңа айттым ғой, әр адамға лайк басасыз, подписать етесіз, бірақ 60 адамнан артық лайк басып подписация етілмейді деп айттым ғой. 1 сағат сайын жаңарып отырады да, 60-60-тан. Яғни 60 адам ғана лайк басып тіркеле аласыз. 1 сағат сайын жаңарып отырады. Сол сияқты будильникке қойып, 1 сағат көлемді будильникке, яғни әр парақшаңыз будильникке қойып, и сөйтіп будильник шырылдағанда, осы парақшаңызға кіріп, сразу лайктарды басып, тағы да 1 сағат бітсе, жаңағындай тағы да будильникке қойып, солай будильникке қою арқылы уақытыңызды үнемдейсіз и көп кристалды жинай аласыз әр парақшаңызбен. Жалпы осындай мен түсіндіре алған шығармын деп ойлаймын. Ары қарай ішін шұқылап өзіңіз түсініп аласыз. Жалпы осы, міне программа осы Neutrino Plus деген. Осылай өзіңіздің Instagram'ға кіргенде парақшаға кіресіздер да, и дальше жаңағындай өзіңіздің нелеріңізді жинай бересіз. Лайк, анау-мынау жинай бересіз.
Жалпы түсіндіре алдым деп ойлаймын. Көп рахмет. Видеоның соңына да келдік. Осы